Саламатсыздар ма оқушылар мен әріптестер? Бүгін біз Дарын Республика ғылыми орталығы ауыл олимпиадасының облыстық кезеңі 2025-2026 есебін шығарамыз. 4-ші есеп электр тізбек жеті параллель қосылған резистор R тең 50 Ом кедергісімен және сыйымдылығы С 15 микрофарад конденсатор 2R және 3R резисторына қосылған. 3R 2R. Бұл жерде бізде R резистор мен С конденсатор параллель жалғанған. Тізбек тұрақты кернеу жүйесіне қосылған. Орнатқан режимде конденсаттың заряды мынау. R кедергісі бар резистор арқылы өтетін токтың шамасын және 2R кедергісі бар резистор қандай қуат бөлінеді. Осыларды табуымыз керек. Бұл есепке 7 ұпай берілген. Ең соңғы 4-ші есебі. Енді шығарайық. Бізде ең алдымен конденсаттың түрінің сыйымдылығын табуымыз болады, иә? Конденсаттың сыйымдылығының формуласы С тең Q бөлінген кернеу. У С. Бұл конденсатордың кернеуі, бұл конденсатор заряды. Енді бұл бізде конденсаттың сыйымдылығының формуласы. Осы жеріміз конденсатордың сыйымдылығын кернеуін табуымыз болады, иә? У С тең Q бөлінген С. Пропорция арқылы тауып отырып, мына орындан алмастырып. Енді ары қарай бізде резистордағы ток күшін тауып алайық. Ол үшін Ом заңын қолданамыз. Ом заңы I тең U резистордың кернеуі бөлінген R. Тоқты тауып алдық резистордан өтіп жатқан. Енді ары қарай қарайық. Бұл жерде мына тізбек екі тізбектен құралған, иә? Біріншісі ол С конденсаторын R резистор параллель жалғанған. Одан кейін 3R мен 2R екі резистор бір-біріне параллель жалғанған. Енді алдымен бірінші схеманы шешіп алайық, иә? Бұл жерде мына С мен мына резистор параллель жалғанғандықтан бұлардың кернеулері бірдей болады. Жазып қояйық. УС тең УR. Параллель жалғанған кезде кернеулері бірдей. Енді кернеулерді орнына қойып, формулаларын Q бөлінген С, міне УС бізде міне Q бөлінген С. IR бізде UR тең I көбейтілген R. I көбейтілген R. Енді I-ді тауып алайық. I тең болады. Q бізде тұрады, астына R астына түсіп кетеді, сонда Q бөлінген С R болады. Енді I-ді таптық. Мәндерін қоямыз. Q бізде 15 мик, Q 0,75, бөлеміз R 50, көбейтілген С 15 микрофарад. Калькулятор салып шығаратын болсақ, 1 миллиампер жауабы шығады. Енді біз R кедергісі бар резистор арқылы өтетін ток шамасын таптық, иә? А-ның есебін шығардық. Бірнеше балл жинаған болатынбыз, А-ны шығардық. Енді Б-ны шығаруымыз керек. Б-ны мына жерге жазайын. Б. Б-ге қуатты сұрап тұр, иә? Бұл схема қуат тауып алу үшін общий жалпы кедергісін табуымыз керек, иә? Параллель жалғанған кездегі формуланы жазайық. 1 бөлінген R жалпы тең параллель жалғанған екеуі 1 бөлінген 2R плюс 1 бөлінген 3R. Ортақ бөлімге келтіреміз. 6R. 6R-ді 2 бөлеміз 3. 6R-ді 3 бөлеміз 2. Үстінде 5 болады. Сонда R жалпыны тапқанда пропорция қолданамыз. Мынаны аяққа көбейтеміз. Сол кезде 6R бөлінген 5 болады. 6-ны 5-ке бөлсек 1,2R. R жалпыны тауып алдық мына схема үшін. Енді бізге қуатын табуымыз керек, иә? Ол үшін алдымен кернеуін тауып алайық. U мына резистордікін тауып алайық. 2R тең I көбейтілген R. I бізде 1 миллиампер. R 2R. Сандарын қоятын болсақ, 60 милливольт шығады кернеуі. Енді ары қарай қуатын табу керек, иә? Қуатын табу үшін параллель жалғанған кездегі қуаттың формуласын қолданамыз. Параллель жалғанған кезде қуаттың формуласы бізде P тең U квадрат бөлінген R болады. Бірақ бізде 2R деп тұр ғой, сол үшін 2R деп жазамыз. Ал негізгі формуласы
u квадрат бөлінген r. Бізде 2r болғасын, мына жерге 2 шығып тұр. Енді орындарына қоямыз, мына уды әкеліп. Сол кезде сандарын қойғанда 36 көбейтілген 10 минус 6 дәрежесі ватт шығады. Болды, есеп шықты. А, Б. Сонда ең соңғы жауаптарын жазатын болсақ, жауабы жазайық. Жауабы А. Бірінші сұрақта бізде тоқта тап деген, тоқтаттық. Итен 1 миллиампер. Б. Бізде екіншісінде нені тап деген, қуатты тап деген, я? Қуатты таптық. Қуаттен 36 көбейту 10 минус 6 дәрежесі ватт. Болды, есеп шықты. Ең соңғы төртінші есебі ауыл олимпиадасы. Келесі басқа есептен қарағыңыз келсе, маған тіркеліп, жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетейік. Сау болыңыздар.